Сәлем достар, бұл Бригзада YouTube арнасы әлем чемпионаты басталды. Есет, Әлібек, әлем чемпионаты қалай былай? Эмоция. Әзірше Матчтар. Әзірше әлем чемпионаты басталған жоқ. Әзірше конфедерация кубогы болып жатыр қазір. Маған әлі жолдастық кездесу. FIFA сериясы болады ма? Жоқ, негізі әлем чемпионаты осы мынай. Бірақ бәрібір вайбы күшті. Матч көрмейтін болсаң да, мысалға телевизордан қосып қоясың да, әйтеуір әлімжан асқарова деген кезде қарап қоясың бүйт не болып жатыр деп. Вайбы ұнайды маған. Сондай үлкен жарыстардың ше. Рахат. Есетпен толықтай келсем, бәрібірден ақш Парагвай ойнап жатса да, Канада Босния ойнаса да, әйтеуір әлем чемпионаты деген жазылып тұрады да жақта. Жоқ, маған ұнамайтыны енді қазір таңғы уақытта болып жатқанда, ана күн шығып тұрады, бір андай ешқандай бір атмосфера жоқ, бір жанкүйерлерді көрініп тұр да, ана Солтүстік Америкада андай аса қатты, енді футбол жанкүйерлер емес та, бір атмосфера жоқ, қандай бір айқайлайтын кричалкілер жоқ, бір фанаттар, перформанс жоқ. Канада Босния сияқты адамдар бір какой-то бір неге келген сияқты, бір концертке келген сияқты келіп отырады. Білмеймін. Мен үшін әзірше сол күндізгі уақыттағы матчтар ұнамай жатады, кешкі уақыттағы матчтар енді шамамен нормально. Енді бірақ World Cup деп жазу тұрады ғой жақта. Бірақ енді әзірше топ командалар ойнаған жоқ та. Топ командалар енді ойнайды. Топ командалар Англия, Хорватия арасындағы кездесу және Өзбекстан, Колумбия арасындағы матчтарды біз бүгін талдаймыз, талқылаймыз, болжаймыз. Бұл кездесулерде не болатынын біз болжам айтамыз. Қонақта Әлібек Кенжалы мен Есет Төлеш. Жігіттер, лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, біз бастаймыз. Кеттік. Енді ең қызық кездесулер бірінші турдың соңғы ойын күні болады. 17-сі түнгі 1-де Англия, Хорватия және таңғы 7-де Өзбекстан, Колумбия матчтары болады. Бұлай асықпай бір жай ғана енді қызып жатқан сияқты әлем чемпионаты. Енді оталып жатыр, енді қызып жатыр. Бірінші турлар енді түсінікті өйткені Қатарда да, Ресейде де осылай бірінші ойындар бәрібірде бір әлсіз қарсыласқа қарсы бір фаворит өйтті. ақш пен Парагвай деген секілді. Енді қожайындарға байланысты. Сонымен қоса 3 қожайын болып тұр. Сол себепті бірінші, екінші ойын күндері енді так себе өтті. Алда енді мықты Бразилия, Марокко ойын деп жатыр мәселен кейін. Мықты кездесулер бізде алда өте көп. Бірінші біз осы турдың менің ойымша енді басты кездесуі Англия, Хорватиядан бастайық. Англия ұлттық құрамасы бұл әлем чемпионатына енді біраз эксперимент жасады. Біраз жұлдызды ойыншыларды шақырған. Сын болды біраз Тухельге. Томас Тухель өзінің бір көз қарасын соңына дейін ешкімге қарамастан жанкүйерлер, журналистер барлығы қысым жазады. Не үшін былай болды, не үшін мынаны шақырдыңдар деген сияқты әңгіме көп болды. Дегенмен Англия енді дәлелдей ме, әлде Томас Тухель өзінің бір экспериментін сәтсіз аяқтай ма? Осы сұрақ болып тұр. Есет, сізден бастайықшы. Англия ұлттық құрамасы Хорватияға қарсы матч өткізеді. Бұл Англиядан жалпы әлем чемпионатын не күтесің? Хорватияға қарсы не болады? Англия құрамасы әлем чемпионатындағы фавориттердің бірі ғой. Себебі Харри Кейн өте мықты бабында келіп тұр. Бұл да бір жағынан Кейннің құрамамен трофей алатын соңғы мүмкіндігі болуы мүмкін. Енді ол 93-ші жылғы, 33-те қазір. Алтын доп алуға да керемет мүмкіндік тұр. Өйткені Харри Кейн кәдімгі алтын доп алатын ойыншының деңгейінде ойнады осы маусымда. Енді әлем чемпионаты қалай және оның бәсекелесі енді әлем чемпионатын есептемесек, басты бәсекелесі Хвича ғой. Хвича әлем чемпионатында жоқ. Ламин Ямал бар, бірақ Мбаппе. Ламин Ямал олар тоже әлем чемпионатына байланысты да. Егер әлем чемпионатын есептемесек, Кейн алып кететін еді. Мүмкін. Ал Ламин Ямал, Мбаппе дегендер клубтық деңгейде андай енді чемпиондар лигасының түсінікті. Несі емес қой, үлкен бір жетістіктерге жете қойған жоқ. Енді Харри Кейн бастаған Англия құрамасы меніңше осы турнирдегі фавориттердің бірі, себебі Тухель, енді бұл жерде Тухельге қатты сын айтылды ғой. Сондықтан қазір егер Англия құрамасы сәтсіз өнер көрсетіп қалса, бір жартылай финалға шыға алмай қалса, онда Тухельге айтылған сын бірнеше есе көбейіп кетеді. Оның үстіне ағылшындардың сын айтқанды өте қатты жақсы көретін білеміз ғой. Жеп тастайды ғой. Сондықтан оның үстіне турнирдің өзін бір қиындау қарсыласпен бастап жатыр. Хорватия 2018-де Англияны ұшырып жіберген. Англияны жартылай финалда ұшырып жіберді, финалға шығармай қойды. Экстра таймда жеңіп кеткен сол кезде. Және мен бұл ойыннан, матчтың өзіне келсем, қызық ойын күтіп отқан жоқпын. Себебі Хорватияның өзі өшіріп тастай алатын команда ойында.
Англия құрамасы бір тактикалық, комбинациялық ойынды қаншалықты көрсететіні маған белгісіз болып тұр. Себебі іріктеуді керемет өткізіп шықты, бірақ іріктеуде бір мықты қарсылас болған жоқ. Англия айқын фаворит. Барлық матчта сенімді өнер көрсетті. Мерзімнен бұрын іріктеуден өткен болатын және турнир алдындағы жолдастық матчтарды жақсы өткізді. Екі ойынның екеуінде де жеңді. Сондықтан Англия меніңше мықты бабында келіп отыр. Соңғы мундиалдарды есептейтін болсақ, евроны есептейтін болсақ, Англия құрамасы осындай бір жарыстарға қазір жақсы дайындықпен келіп жүр. Енді евро ғой енді Англияны біз біраз осы хейт етеміз, сөйтіп, бірақ былай қарап тұрсаң, осының алдындағы Катардағы әлем чемпионатында бір жолығмай қалған сияқты. Харри Кейн пенальти соға алмай қалды. Бір әйтеуір бір кінәрат табылады, бір кішігірім ұсақ түйектің кесірінен Англия осы әлем чемпионаты, евро сияқты турнирлерді жеңе алмай жүр. Мысалы, евроны да еске аламыз, финалға дейін жетті, базар жоқ. Бірақ финалда Испанияға қарсы дәрменсіз болды. Бұл жолы да оның алдындағы евро бар 2020. Жалпы 2018-ден бері Англия құрамасы осындай бір турнирлерде бір бас жоғарылаған көрінеді. 2018-де әлем чемпионатының жартылай финалы өте жақсы нәтиже ғой негізі. Әлемде топ 4-тің қатарына кірдің. Одан кейін евро финалы бар. Қатардағы әлем чемпионатында ширек финал болды. Және Францияға түсіп қалды енді. 2024 тағы финал. Енді 2026 меніңше кем дегенде жартылай финалға жетуге қауқары бар деп ойлаймын Англия құрамасының. Сондықтан Хорватияға қарсы матчта жеңіспен бастайтын сияқты меніңше. Мен жалпы енді сен жаңа айтып шықтың Англияның жетістіктерін, оның бәрі енді Гарет Саутгейт, Гарет Саутгейттің кезеңі болды. Көбісі енді хейт етті, жалпы мындай ойыншылармен мындай футбол қалай ойнауға болады деп. Енді көп ағылшындар сынады, бірақ нәтиже, ең басты нәтиже. Дешамптан мысалы көбісі сынайды ғой, бірақ енді әлем чемпионы дегенмен. Бұл жерде Тухель келіп отырып, менің есімде енді әлем чемпионаты 2006-тан бастап қарап келе жатырмын. Мен әрдайым Англияға қарсы жанкүйер болатын едім да. Себебі енді перехайпленный команда ғой. Хайпы жоғары, бірақ енді былай нәтижеге келетін кез келгенге ол кезде всегда әрдайым провал болатын еді. Мына жерде енді Тухельдің маған ұнағаны өзінің жалпы ешқандай жұлдыздың алдында жалпы басы иген жоқ. Басын иген жоқ. Фоден, Палмер, Трент Александр-Арнольд, Магуайр өзіне керек емес ойыншылардың бәрін алып тастады. Қандай статус болсын, қандай жалпы трансфер маркеттің құны болсын, бар жерін былай қараған жоқ та. Өзіне маған мысалы келді да, маған Эллиот Андерсон керек, себебі ол прессингте жақсы дейді, соны алады. Маған мысалы оң қапталда маған мысалы керек емес дейді. Александр Арнольд өйткені Бексұлтан крест қойды. Себебі Бексұлтан крест қойды, сол үшін мен оны алмаймын. Ол бәстесті, Дидармен ұлту керек деп алған жоқ мысалы. Сол сияқты жалпы Фоден, Палмерлердің бәрі көріп тұрды олар жалпы Тухельдің футболын ойнай алмайды. Себебі енді Тухельдің футболы енді анти-Саутгейт қой негізі. Саутгейт енді өте төменгі блокта, енді екінші номермен ойнайтын команда болса, ал Тухель керісінше жоғарғы прессинг, интенсивті ойын, әрдайым жалпы шабуылға деген жалпы шабуылға ниеттелген ойын енді анти-Саутгейт болайын деп тұр. Нәтижесін көрсетемін, көрсетпеймін. Оған енді шабуылда айтып жатыр, бірақ қорғаныс шебін жалпы іріктеуде жалғыз гол жібермеген команда Англия дейтін. Оны да бір айтып өткен жоқ. Бұл ешқашан болмаған нәтиже, жалпы тарихи нәтиже ғой жалпы. Сол себептен енді ең түсініктісі Магуайр мен үшін, қалған ойыншылар ойынша менде аса қатты сұрақ жоқ. Енді Палмер, Фодендер мен аса қатты былай не істеген жоқпын. Шок болған жоқ мен үшін оларды алмағаны. Маған ең шок болғаны Магуайр. Себебі Магуайр өте бір сапалы маусым өткізді Манчестер сапында. Оның орнына Дин Бёрнді алып отыр. Дин Бёрнді енді бір аса қатты бір маусым өткізді деп айта алмаймын. Дин Бёрнді алды, Консаны алды. Бірақ енді бұл ең маған басты сұрақ сол Магуайрды неге алмады және Стоунсты неге алды? Сол екі сұрақ. Енді Тухельдің өзінің жауабы бойынша Стоунс менің ойыныма келеді, бірінші пасы бар деген сияқты, бірақ Стоунс шамамен енді алғашқы бірінші құрамда жоқ. Алғашқы екі орталық қорғаушы Гехи мен енді шамамен Конса болады шығар. Менің ойымша. Себебі енді екеуі де сол бірінші паспен жылдамдығы жоғарғы прессингте ойнайтын, енді шабуылшыларды тез қуып жететін ойыншылар осы екеуі. Енді құрамына келетін болсақ, Англиянікі барлығы түсінікті. Ол енді Андерсон мен Деклан Райс ортада, Беллингем мына жағында енді кімнің Бексұлтанның жаңа ойыншысы Энтони Гордон, оң қапталда Букайо Сака, шабуылда Харри Кейн, қорғаныс шебінде Орайли болады, Гехи болады, Конса болады, оң қапталда енді Рис Джеймс болады. Енді қақпада Траффорд па немесе Пикфорд па, енді бірінші енді Пикфорд.
Англияның енді номер 1 қақпашысы. Сол себептен бір жерде ешқандай мүмкін 1-2 ойыншы мүмкін жаңағы орталық қорғаушының ауыстыра қояр, мүмкін оң қапталға басқа біреуді қояды деген сияқты. Бар да, бірақ шамамен енді бастап құрам осындай болады. Жанкүйер болам емес, былай против болеть етпеймін. Англияға жалпы осы бетің бері қарап. Бері қарап маған жалпы Тухельдің осы көзқарасы ұнады, өте қатты. Хорватия келетін болсақ, енді Хорватия нәтиже бойынша негізі Англиядан озған сияқты, әлем чемпионатының финалы бар, 3-ші орын бар әлем чемпионатындағы, енді Еврода жарайды сәтсіз өткізді. 2 рет 3-ші орын алды, бір рет 3-ші орын алды, бір рет финалға дейін жетті. Жалпы нәтижесі Златко Даличтің өте керемет. Бірақ жалпы құрам Перишич, Модрич, жалпы орташа жасын қараған кезде Крамарич дейтін олар сол 2022-дегі Қатарда айтып едік қой, бұл Хорватияның соңғы осы буындағы соңғы әлем чемпионаты деп. Енді келесі әлем чемпионатына бар. Енді Модрич мен былай айтар едім, Модричті білеміз ғой. Соңғы әлем чемпионаттарының бірі Модричтің. Точно ма? 2030-да келіп қалуы мүмкін, бұл 45-те. Негізі Хорватия туралы айтқан кезде енді Евроны айтып жатыр ғой. Евроны міндетті түрде қозғау керек. Енді осы 2 жыл бұрын болған ірі турнир, әлем чемпионаты 4 жыл, мынау 2 жыл, енді қазір актуальный осы нәтижеге қарау керек деп ойлаймыз. Евродағы ойында енді Италия, Испания, Хорватия бір топқа түсті. Әрине, қиын топ дегенмен еш нәрсе көрсете алмады ғой. Тіпті проблемный Италияның өзіне қарсы еш нәрсе ойлап таба алмады, топтан ұшып кетті. Сол турнирмен бүйтіп алып қарайтын болсақ, Хорватия бір уақыт келген сияқты меніңше. Уақыты келген жоқ, қартайды осы. Негізгі құрам өзгерген жоқ оларда. Сол 2018-ден кейін сол көшбасшылар, Модричтер, Перишич бар, бәрі сол көшбасшы болып келіп тұр. Араға 8 жыл салды. Квалификация дейміз, бірақ квалификациясы да өте оңай болды. Чехия дейміз. Чехияны көріп отырмыз мысалы. Фарер аралдары болды мысалы. Енді Фарер аралдары 3-ші орын алып отты. Қателеспесем, ол егер Фарер аралдары 3-ші орын алса, енді демек группаны енді өздеріңіз біле бересіз ғой. Ар жағында. Енді бұл команда үшін енді жалпы осы буын үшін енді соңғы әлем чемпионаты Златко Далич те менің ойымша кетіп қалуы мүмкін, егер бұл нәтиже көрсетпейтін болса. Соңғы буын қалатындар енді Гвардиол қалады, Ливакович мүмкін қалып қалған ойыншылар енді Будимир, Модрич, жаңағы Перишич, Крамарич дейтін ойыншылар үшін енді соңғы әлем чемпионаты өзін көрсететін соңғы мүмкін. Бірақ мен аса қатты былай сене қоймаймын, енді андай ағайынды Коуэндердің бір несі бар ғой, өте бір ұлы киносы бар ғой, No Country for Old Men, старикам здесь не место деген сияқты. Сол мен осы Хорватияға келгізіп отыр. Негізі бұл чемпионат, әлем чемпионатында старикам здесь не место секілді. Антон Чигур ба, Модрич? Антон Чигур, Антон Чигур, Модрич болып отыр. Бұл негізі маған керісінше ой келіп тұр. Жалпы әлем чемпионатын алсақ, стариктердің әлем чемпионаты ойын деп тұр ғой. Қоштасатын. Роналду бар, Месси бар, Неймар бар, Ачоу бар. Сол құрамда отырып қалды енді өкінішке қарай. Енді білмеймін, мен Англияға мықты қатты сенемін. Хорватия топтан ұшып кетуі мүмкін. Олай қарап тұрсаң, әбден мүмкін. Гана деген қарсыластар. Гана, бірақ Гананы енді мен соңғы жаңалықтарды енді Томас Партиді жаңағы границадан бірақ бір ойынға шықпайды. Бір ойынға шықпайды. Ол ақш-тағы матчтарға қатыса алады. ақш-тағы матчтарға. Бірінші турға қатыса алмайды. Керісінше ақш-тағы матчтарға қатыса алмайды. ақш-та ойынға қатысады, Канадаға қатыспайды. Канада қатыса алмайды, сондай несі бар. Гананда бір ең нестабильный ғой. Гана былай аттарын қарайтын болса, Иньяки, Уильямс, Парти, Аю, тағы кімдер, Сулеймана дейтін аттар бойынша керемет та, бірақ АПЛ-да дейді. Негізі африкалықтар түсінбейсің, себебі сол Гана құрамасы, мысалы, биыл өткен африкалықтардың кубогына іріктеуден өтпей қалған команда. Сол. Әлем чемпионатынан келіп отыр. Нақты африкалықтардың матчтарына болжам жасау негізі қажет емес. Енді ойын бойынша Англия Хорватия ойыны түнгі бірде басталады. Ойын сценарийі қалай өтеді? Меніңше ойын жабық өтетін сияқты. Және Хорватия Англия секілді топ командаға кеңістік бермеуге несі бар, қауқары бар. Бірақ Англияда оған қарсы керемет қару бұл Харри Кейн. Харри Кейн ол қашып кету деген, бір қарымта шабуыл деген аса қажет етпейді, ол айып алаңында күтіп жүреді. Және Хорватияға именно мысалы Франция емес, Испания емес, осы Англия секілді командамен ойнау қиындау болады сияқты меніңше. Себебі Харри Кейн ол жарты мүмкіндіктен гол соға алатын футболшы. Жартының жарысынан гол соға алатын футболшы.
айып алаңында күтіп жүреді, оған допты жеткізіп берсең, әйтеуір бір мүмкіндігін голға айналдырып жіберетін шығар. Сол жалғыз үміт Ливакович болып тұр ғой ондай болса. Иә, оның өзі бірақ қосал құрам қақпашысы негізі. Неде? Жиронада. Иә. Бұл жерде енді бір не да, енді осы ұлттық құрамалар ойнаған кезде бұл жерде енді андай бапкерлік енді қолтаңба дейтіндер енді екінші планға шығады. Бірінші планға енді ойыншылардың өзінің жеке индивидуалды жаңағы бір перформанстар шығады. Бірақ енді бұл жерде енді бір аттайтын зат, бұл матч AT&T дейтін стадионда өтеді да. Бұл қателеспесем 3 па 4-ақ стадион жалпы жабылады және кондиционері бар стадиондарда. Кондиционері бар стадиондарда енді жоғарғы прессингте жаңағы ойыншылар ойнай алады да. Мысалы ыстық жаңа неде, мысалы кеше Джесси Маршты көрдік қой, ол өте интенсивті тоже осындай үлкен прессинг, осы Ральф Рангниктің несі ғой, шәкірті ғой, ол да үлкен прессингте ойнаса, бірақ ауа райы қолайсыз болғандықтан ойыншылар енді оған шыдай алмайды. Бір 5 минут прессинг жасайды да, одан кейін шаршап қалады. Енді мына жерде Тухель енді үлкен жоғары прессинг жасайды, бірақ бұл жерде енді қолайлы. Кондиционер, климат контроль бәрі болады. Бұл жерде енді ойыншылар үшін өте қолайлы болады. Сол себептен менің ойымша Англия өзінің ойынын көрсетеді деп ойлаймын. Өздеріне жалпы ең қолайлы стадион болып бұйырып тұр. Бұларға енді Хорватия бірінші турда енді бірінші орынға талас қой негізі. Енді шамамен Англия солай ойлап тұрған сияқты, менің ойымша. Осы Хорватияны ұтсақ бірінші орында алып тұрмыз деп ойлап тұрған сияқты. Сол себептен осы ойынға бар күшін осыған салады. Енді Англия фаворит мен үшін, айдан анық фаворит. Және болжамың? Болжам мен Англия жеңеді. Бірде алыппыз. Мен де Англия жеңіске жетеді деп отырмын. Англия жеңеді, коэффициенті жақсы болып отыр екен. Жалпы екеулердің болжамдарын бірдей болып тұр, иә? Есет, сенде де Англия жеңеді. Менде де Англия жеңеді. Жай ғана Англия жеңіске жетеді. Жалпы Англия жеңеді дегенге 1.75 екен. Мен одан да бір тиімді бір бағамды көрдім. Ол Англияның жеке тоталы 1.5. 2-2, 3-2 Англия жеңіледі деген сияқты есептерден сақтанып тұрмын. Дегенмен 1-0 қадап жіберу мүмкін, айырмашылық сол ғана. Дегенмен КФ 1.99. Бағам почти 2 болып тұр. Сол себепті мен осы керемет болжамды таңдадым. Әдемі, өте әдемі. Арнамыздың демеушісі Бриксбет компаниясы төменде бекітілген комментарийде сілтеме тұр. Сол сілтеме арқылы өтіп, бір XODA промокодымен тіркелсеңіздер, бірінші депозитке қомақты бонус ала аласыздар. Сілтеме төменде бір XODA промокодын ұмытпаңыздар. Сәттілік. Осы турды қорытындылайтын Өзбекстан-Колумбия матчы жігіттер. Біз асыға күтіп отқан матч. Өзбекстан енді Нидерландыға қарсы жолдастық матч өткізді. Оны біз тамашаладық. 2-1 есебімен нидерландықтар соңғы минутта 2 пенальтінің арқасында жеңісті жұлып әкетті. Жалпы Өзбекстан ойынына осы жолдастық матчтарды көре отырып қандай баға бересіздер, және Колумбияға қарсы бір нәтижесі не болмақ? Енді бірінші кезекте бұл жерде Колумбияның фаворит екенін айту керек. Біз анау көп талқыладық қой осы топта, Португалиямен, Конгомен мүмкіндік қандай болады деп, бірақ бұл жақта Колумбия екінші нөмірлі команда топтағы. Сондықтан әрине Өзбекстанға біз жанкүйер боламыз. Өзбекстанның жеңгенін қалаймын, бірақ қиын. Себебі Өзбекстанның Нидерландқа қарсы матчын көрдік. Оның алдында Канадаға қарсы кездесуі болды. 0-2 есебімен жеңілсе де гол соғатын мүмкіндіктер ұйымдастыра алды. Сонымен қатар Колумбияның да ойындарын ұмытпау керек. Олар да өте мықты бабында келіп отыр. Олар да 2 жолдастық матчында жеңіске жетті. Турнир алдында Коста-Риканы қапы қалдырды. Сол Азиядан бәлкім Өзбекстанға дайындалған шығар. Иорданиямен матч өткізді. Иорданияны да өте сенімді жеңді. Коста-Риканы да сенімді жеңді. Команданың енді шабуыл шебі ғой бірінші кезекте. Луис Суарес, Луис Диас, Луистар Колумбия құрамасында. Енді қашанда бір әлем чемпионатында колумбиялық жарып жүреді ғой. Танымал футболшылары болады. Өзбекстанға бір жағынан оңай емес, оның үстіне матчтың уақыты да ыңғайсыз бізге. Таңғы 7. Өзбекстанда біздің уақытта өмір сүріп үйрен қалған ойыншылар. Келіндерге ыңғайлы уақыт. Келіндерге ыңғайлы. Шай ішіп бізге ыңғайсыз, бірақ енді бұрын енді Головкин үшін тұратын едік қой. Өзбекстан үшін тұру керек болды. Таңғы 7-де Колумбияға қарсы матчын тамашалау қажет. Мен енді Өзбекстанның аутсайдер екенін білеміз ғой. Өзбекстандық ағайындар да біліп отыр Колумбияға қарсы матчта. Бірақ сенсацияға күтетін шығар. Мен
сенсация болмайды деп ойлаймын бірінші турда. Себебі турда. Колумбияны мықты. Әлемдік рейтингте 13-ші орында тұрған команда. Мәселе мынада ғой. Енді Колумбия мықты дейміз. Өзбекстер де енді түсініп отыр. Колумбияға қарсы кездесуде Португалияға қарсы кездесумен салыстырғанда ұпай жолыба кетуге мүмкіндік енді сәл де бостың бар енді. Жоқ емес, 0% емес. Ал Конгоға қарсы ойында жеңіске жетсең де, тіпті 3 ұпай алсаң да, келесі плей-оффқа шыға алмай қалуы мүмкін. Сол себепті Колумбияға қарсы ұпай аламыз деп, жеңіске жетеміз деген мақсатпен шығады деп ойлаймын. Яғни басы тең нәтиже деген сияқты ой болмайды деген мен үміттемін жалпы өзбекстандықтардан. Сол себепті де барын салып жеңіске жетуге тырысады, тең нәтиже емес. Басты ол не болып тұр? Меніңше, егер Өзбекстан тең нәтижеге ойнаса да, ол өте дұрыс шешім секілді. Турнирлік тұрғыда. Дұрыс шешім. Себебі бәрібір Өзбекстан үшін финальный матч, маңызды матч ол соңғы тур. Конгоға қарсы кездесу шешейін деп тұр. Ал Колумбиямен бұл жерде тең есептің өзі 4 ұпай дегеніміз сен 99% плей-оффқа шығып тұрсың деген сөз ғой. Ол бар. 99-дан көп даже, 99,9. Енді Колумбия мықты, мысалы, жаңағы ойыншылардан бөлек Муньос деген Кристал Пэласта қапталда қорғаушы маған өте ұнайды. Мохика деген Мальоркада ойнайтын қапталда қорғаушы да керемет ұнайды. Мохика. Осы жігіт ұнайды, жалпы андай картельде Мальоркада ойнаса мальчик на побегушках сияқты атышандай. Ана атысты бірінші ұрып қалатын сондай. Еспей ұстап алады. Мальорка деген Еврокубокқа жолдама алған команда ғой. Иә? 7-ші орын алды конференция лигасына шығып отыр. Тұра тұр. Ол өткен жылы ол. Биыл ұшып кетті. Биыл ұшып кетті. Ана Мурики дейтін анау. Бомбардировал командасы ұшып жатыр. Жоқ, Хетаф екен ғой Мальорка. Өзбекстан туралы кішігірім айтып кетейік. Енді бұлардың ең басты проблемасы қазір оң қапталда Фарух Сайфиев ойнап жүр. Ол енді Фарух Сайфиев енді 35. Қайдырсың ғой сен Фарух Сайфиевтің, енді жалғыз мен емес сияқты. Енді өзбекстандық жанкүйерлерді оқитын болсақ, енді басты проблема Фарух Сайфиев болып тұр. Енді Луис Диасқа қарасаң, енді негізгі ойыншы Алижонов. Іс жүзінде көреміз енді. Алижонов қой, Алижон Жарақатов. Ол қаншалықты ол бұл ойынға енді дайын емес екені белгілі, себебі екі ойында да жалпы тізімде болған жоқ. Канавароның өзі де айтты. Енді Фарух Сайфиев 35-тегі енді үлкен енді ардагер ойыншы Луис Диасқа қарсы өте қиын болады. Басқа проблемасы енді Ашурматов бар ғой, көмектеседі екеуі бірге. Ашурматов енді сол қапталда қорғаушы, сол қапталда орталық қорғаушы ғой. Мына жерде енді Абдухудур Хусонов болады. Қасында мүмкін сол страховать етіп. Меніңше жоқ, Өзбекстанның матчтарында ол орталық қорғаушы. Жоқ, Хусанов негізі оң қапталда орталық қорғаушы болады. Ортасында Аликулов болды. Аликулов енді бұл әлем чемпионатына бара алмай қалды. Жарақатынан Канаварды айтты. Ең үлкен біз үшін потеря ол Аликулов болды. Енді себебі іріктеуді өте жоғары іріктеуді өте деңгейде өткізді. Сосын енді жасы да керемет 22-де ол осы чемпионатта өзін көрсетіп, жалпы қазір енді Түркия чемпионатына ойнайды Rizespорда. Одан да биік басқа топ 5 чемпионатқа да үміткер ойыншы негізі сондай ойыншы енді өкінішке орай бара алмайтын болды. Енді қазір Фаби Канаварда эксперимент болып жатыр. Қалай ойнаймыз деп. Бірінші ойында жолдас Канадаға қарсы Абдуллаев ойнады. Мына екінші ойында ортадағы қорғаушы ма? Жақтағы ма? Ортадағы қорғаушы кім ойнады? Урозов ойнады. Эксперимент болып жатыр. Жалпы қалай болады екен деп ойлап жүр қазір Канаваро. Енді шамамен сол Урозов немесе сол Абдуллаев шығады, екеуін біреу. Ең бастысы сол орталық шепте енді Шукуров, соңғы ойында Акмаль Мазговой ойнады. Мазговой негізі Өзбекстан құрамасындағы жартылай қорғаныстағы мықты футболшылардың бірі. Өзбек ағайын негізі өте жақсы көреді оны. Себебі іріктеулерде де Мазговой көп пайдасын тигізді. Жартылай қорғаныста біраз қара жұмыс атқарылатын футболшы. Енді мынау қорғаныс түсінікті деп ойлаймын. Жалпы ал шабуылда Нидерландыға қарсы кездесуде жалпы қандай шабуыл болатынын біз шамамен көрген сияқтымыз. Шабуылда Урунов, Файзуллаев пен Шамродов. Енді көп мәселе осы үш жігітке байланысты болып тұр. Қорғанысқа мүмкін бір тұрып беретін шығар, максимум 1-2 ғана гол өткізетін шығар дегенмен шабуылда гол болмаса әлем чемпионатын жалпы ешқандай үміт жоқ есебі Эльдар Шамродов осы әлем чемпионатында бұл жігіттен не күтесіздер?
Шамуродовтан енді капитаны ғой, командасы капитаны, алға сүйрейтін адам. Негізі біз емес, жалпы барлық Өзбекстан Шамуродовқа көп сеніп отыр. Абузбек Файзуллаевқа да, Устон Уроновқа да, Азизбек Ганиевке де бәріне де сеніп жатыр. Шабуыл шебінде ойыншылар Нидерландыға қарсы гол соққан Игорь Сергеев та көп күтіп отыр. Бәрінен күтеді, бірақ бұл жерде енді айтатын жайт Колумбияның қорғаныс шебі. Олар көп гол соғады. Колумбия іріктеу кезеңінде тек қана Аргентинадан кем гол соқты. Олар 31, Аргентина 31 салды, бұлар 28 салды. Жалпы көп гол соғады және көп гол жібереді. Соңғы ойында да мысалы 6-3 есебімен бітті, Эквадорға қарсы қателеспесем. Бұлар енді өте сондай карнавальный команда, фестивальный, карнавальный өте сондай команда. Нестор Лоренцоның командасы, бұрынғы Хектор Пакерманның көмекшісі болған. Енді бұлар бір мундиалды жіберіп қойды 2022 жылы. Сол жіберіп қойғаннан кейін үлкен реформалар болды. Бұларда үлкен өзгерістер болды. Федерация президенті ауысты деген сияқты, жалпы толықтай бәрі ауысты. Нестор Лоренцоны бас бапкер қылды. Одан кейін енді Копа Америка финалына дейін жетті, өзі Аргентина жеңіліп қалды. Одан кейін іріктеу кезеңі өте сенімді өтті. Енді Эквадорды, сенсация Эквадорды санамасақ, 3-ші орын алды. Аргентина 1-ші орында. Колумбиядан зор, жалпы көп күтем бұл әлем чемпионатына. Енді бас сұрақ Хамис Родригес не үшін келген, мен үшін түсініксіз. Хамис Родригес енді шабуыл шебінде ойыншылардың деңгейі бойынша бәрінен жеңіледі, бірақ бастап құрамда бұл жаңағы Неймардың несі ғой? Сол Неймардың сол примерно сол неге соңғы әлем чемпионаты. Соңғы әлем чемпионаты, енді Хамис Родригес дейтін аты бар, енді капитан деген сияқты сондай барлық заттар, бірақ деңгейі бойынша енді анаяқтан Кучо бар, Ариас бар, Луис Диас, Суарес, Джон Кордоба дейтін ойыншылар енді бір бас жоғары Хамис Родригестен. Бірақ Хамис Родригес енді өз статусы бойынша енді орын алып отыр бастап құрамда. Бірақ енді соның өзінде де енді алдыңғы шепте енді ойыншылардың тізімі дейтін өте керемет. Мысалы Ариасты айтамыз, Уолверхэмптонге сәтсіз барып қайтты, бірақ Палмейрасте ойыны өте керемет. Мысалы Луис Диас қазір әлемдегі үздік вингерлердің бірі. Луис Суарес чемпиондар лигасында көрдік қой, мысалы сен Португалия чемпионатын жүргізесің, өзің білесің, Луис Суарес қандай шабуылшы екенін. Оның қасында Луис Суарес болмаса Джон Кордоба, Ресей чемпионатының үздік ойыншысы. Жалпы енді ол жақта Луис Суарес негізгі шабуылшы ғой, шабуылдағы негізгі күш Луис Суарес өте бабында. Колумбияның пайдасы сол мықты тұсы, шабуыл шебіндегі футболшылар бабында келіп тұр бұл әлем чемпионатына. Және былай алып жекелеген футболшылардың әрқайсысын айтып тұрасың, кәдімгідей топ-5 лигада ойнап жүрген шетінен мықты футболшылар. Джефферсон Лерман айтатын болсақ, Кристал Пэлас ойнайтын, Риос бар, Бенфика сапында, Реал. Лерман маусым соңына қарай негізгі құрамда шығып кетті. Матета себебі АПЛ-да демалып жүрді, конференция лигасына байланысты. Риос бар, Бенфикада Реалға қарсы өте керемет ойын өткізген. Жалпы құрамын қарайтын болсақ, ешқандай былай провальный позиция жоқ. Орталық қорғаушылар Еремин, Давинсон Санчес сияқты орталық қорғаушылар бар. Білмеймін, Лукуме дейтін жалпы. Мен ойымша ешқандай провальный позиция жоқ. Сол себептен бұл жерде Колумбия, жалпы Өзбекстан үшін, Өзбекстан $1 көп алса, уже сенсация. Бұл әлем чемпионаты. Жалпы әлем чемпионаты. Жалпы осы әлем чемпионаты $1 көп алса, мен үшін үлкен сенсация болады. Үлкен сенсация болады мен үшін. Енді Конгоны да былай қарап отырсақ, енді ойыншылар деңгейі бойынша Конго, жалпы футболшылардың деңгейі бойынша біз енді былай ғой, өткенде айтып едім ғой. Өзбекстанға Қазақстан сияқты қараймыз ғой. Жеребе тартылады, одан кейін шанс бар деген не ғой, чист өзіміздің ойынға келгенде уже көзіміз ашыла ма? Мақұл, Бельгия бірінші орын, жарайды. Мақұл, жібере қояйық. Мына жерде Колумбиямен таласамыз ғой енді. Солтүстік Македония кім ол деп па? Сондай ғой, мына жерде Өзбекстанда мысалы Колумбияны қарайсың, тең түсуге болады. Конгоны жеңіп алуға болады, 4-ші орын. Енді бұл жерде мәселе сол Өзбекстанда, енді айтып отырсың қорғаныста Колумбияда бір-екі кінәрат бар деп. Сол 2-3 бір гол соғатын сәт болады Өзбекстанда. Шамуродов соны қолдана ма деген сұрақ тұр да менде. Шамуродовтың реализациясы енді биылғы маусымда жақсы, сәтті. Түркияда тамаша ойнады. Түркияның үздік бомбардирі болды. Оның қасында өзінің клубтасы Абузбек Файзуллаев бар. Ол да өте сәтті маусым өткізді. О да көп жарақат болды. Бұл енді сосын енді Шамуродов капитан ғой. Өзі енді асаға енді көп күтіп отыр бұл Шамуродов. Және Юсуповтың да бабы өте маңызды. Себебі Колумбия көп соққы жасайды, көп тебеді. Қазақстанда туған алғашқы
футболшы ғой негізі әлем чемпионатына баратын. Бұл жерде енді сұрақ болды ғой, кім Уткрусев па, Немятов па деп. Енді Канадаға қарсы Нематов ойнады, екінші Юсупов ойнады. Енді Бірақ маңызды матчтардың бәрінде Юсупов шығып. Маңызды ойыншылардың Сондықтан меніңше бұл жерде Канаваро қатты бас қатырмайтын сияқты. Меніңше Юсупов Нидерландыға қарсы кездесу, Нидерландыға қарсы кездесудегі негізгі құрам бар ғой. Сол құрам 100% сол Колумбияға қарсы да шығатын сияқты. Оның үстіне Өзбекстанның мысалға құрам тереңдігі де өте маңызды. Турнир бойы негізгі құрамды жақсы білеміз. Мысалға Игорь Сергеев бар. Қазақстан премьер-лигасында ойнаған футболшы. Ақтөбе мен Тобыл сапында өнер көрсеткен. Ол негізі мықты джокер болып бере алады. Шығып гол соға алатын футболшы. Қазір енді Қазақстан премьер-лигасынан біраз болды алшақтап кеткеніне. Және Роналдудың бұрынғы командаласы Жалалдин Машарипов. Машарипов енді көптеген сұрақ, енді жарты жыл ойнаған жоқ. Бірінші Иран чемпионатына кетіп қалды. Иран чемпионатына ауыр жарақат, жаңа крестообразный связкамен жарақат алып қалды. Енді ол мүлде ойнаған жоқ. Ол анау не ғой? Раздевалкаға керек футболшы. Раздевалкаға керек командада. Бірақ қаншалықты бұл әлем чемпионатына жалпы қатысады деген сұрақ бар. Ротация мындай болатын сияқты менің ойымша. Сол алдағы 3 шабуылшыны алмастырады. Игорь Сергеев, Азиз Ганиевтер ауыстырады. 60-шы және 80-шы минут арасында сол 3 шабуылшы ауысатын шығар. Әрі қарай басқа позицияда енді по ситуации. Сарығаз бар ма, ойыны қалай, шашады ма? Жаңа Мозговой, Хамрабеков екеуі ауысатын шығар. Мүмкін жалпы сондай мүмкін кімнің Сайфиевтің ордан көп ауысым болмайтын сияқты. Бір 5-ауының 5-еуі болмайтын сияқты менің ойымша. Мүмкін иә. Негізі менде көп. Енді болжамдарға келетін болсақ, Әлбек мырза, Есет мырза, сіздерде қандай болжамдар? Мен өз ойымды айтып кетейін. Өзбекстан құрамасына жанкүйер боламын, сондықтан толыққанды Колумбияның жеңісін ала алған жоқпын. Дәтім барған жоқ. Сондықтан Өзбекстанға андай бір акуш қалдырып кеттім, мүмкіндік. Оған қоса матч жай ғана Колумбияның жеңісі біздің регламентке келмейді ма? Ол да бар ма? Мен қалай ойлаймын? Өзбекстан үшін матчтың бірінші таймы өте ауыр болады, себебі қанша дегенмен алғашқы ойын. Өз тарихында алғаш рет сен әлем чемпионатының негізгі кезеңінде ойнап жатсың. Дебют, бірінші тайм Колумбия бірден қысады деп ойлаймын, себебі олар қысатын команда сондай. Шабуылдайды. Сөйтіп, бірінші таймда Колумбия өзінің голын соғып кететін секілді. Өзбекстан 15 минут. Екінші таймда 15 минут демалып алады. Каннаваромен сөйлеседі. Екінші таймда Сергеев пен Шамуров дейтін екеуі бірге ойнайды. Шығады, иә. Сөйтіп, екінші таймда Өзбекстан мүлдем басқаша ойын көрсетуі мүмкін. Волевая победа Өзбекстана деген алып жатсың ба сонда сен? Мен қатты тәуекелге барғым келіп тұрған жоқ. Өзбекстанның керек. Лайф победасын бірінші таймнан кейін аламын деп отырмын. Соңғы матч қой енді. Ал қазір еді бірінші таймда Колумбия жеңеді деп ойлап отырмын. Екінші таймда Өзбекстан жеңіп кетсе, мен қуанышымда шек болмас еді. Бәрекелді, тамаша болжам екен. Енді мен өз болжамымды айтсам. Мен коэффициентін айта салайын бірден. Коэффициент айта салыңызшы. 1-9 беріп тұр. 1-9. Әдемі беріп тұр енді. Ренжімеңдер. Өзбекстан Колумбия кездесуіне мен Өзбекстан пайдасына болжам жасадым. Өзбекстан жеңеді деді. Өзбекстан Колумбиядан 2 доп айырмасымен жеңілмейді деген болжам болып тұр. Яғни Өзбекстан пайдасына емес ау мынау? плюс 1,5. Плюс 1,5. Пайдасына өйткені ертең мысалы Конгоны жеңеді да, сосын 3 пайымен доп айырмаларын қарайды. Жоқ, оларда көбіне былай болады. 12 топ қой. Соның 8-і плей-оффқа шығады. 4-еуі ғана шығады. 4-еуінің ішінде андайлары болады. 3 пен 4 бір-бірімен неше қалды деген сияқты ше. 1 очкомен или 2 очкомен тұрады. Сөйтіп 3 очко алсаң 85% шығып тұрсың негізі. Енді мен ойымша сол бір 11-ші мен 12-ші орында сол 3 пайға жетпейді. 10-шы, 9-шы тұрған ұлттық құрамалар бар ғой. Соларда 3 пай болып, доп айырмасына қарайтын сияқты әрі қарай. Мүмкін. 1-2 дегендер енді түсінікті андай 4 пай жинағандар сондай кететін сияқты. Плюс 1,5 Өзбекстан пайдасына 1,71 деген бағам. Тамаша ғой. Жақсы. Тамаша ғой. Мен бірақ саған қарсы қойып тұрған сияқтымын. Менде Колумбияның жеке тотылы. Енді Колумбия іріктеу кезеңінде жалпы кемде 2 гол салып жүрген команда. Бұл жерде де енді Өзбекстан кемде 2 гол өткізеді деп отырмын. Себебі енді Колумбияның шабуыл шебі өте керемет. Бірақ 2-2 дейтін есеп нормально. Болса да нормально. Сол себептен енді Колумбияның жеке тотылы 1,5-нан көп, 1,64 коэффициентке бағаланып отыр екен. Үшеумізге де ыңғайлы есеп. Сонда 2-2 болып тұр ғой, иә. Немесе бірінші таймда Колумбия 2-0 есебімен жеңеді. Екінші таймда 3-2 алып Өзбекстан камбэк жасап кетеді. Бәрекелді. Ол да мықты екен. Өзбекстан Колумбиядан плюс 1,5 деген тағы бір пайдасы
как будто бір Колумбия 1-0 есебімен жеңіп келе жатса, Өзбекстан 80-ші минуттан бастап қорғаушыларды алынбастырып, олардың орнына 2-3 шабуылшы шығарып, ондай вабанк кетпейтін сияқты. Соң 90-ші минутқа дейін бәрібір де бір бастысы тағы бір гол өткізбеу керек деген оймен жүретін сияқты. Өйткені бірінші әлем чемпионаты, тәжірибе аз, ресеппен жеңілмеу дегенде бір ойында футболшыларда жүретін шығар. Сондай идея, сол себепті плюс 1,5 деген келетін сияқты. Сонымен бізде екінші біздің таңдаған матч айттық, болжамдарымызды міне көріп отырсыздар. Енді үшінші өзіміздің таңдаған кездесуге өтейік. Үшінші матчқа мен дәл сол топты таңдадым, алыстап кетпейін дедім. Оның үстіне күндердің арасы алыс болып кетсе де қиын ше, күтіп отырасың. Бір күні шешіп тастайын дедім мәселе. Португалия, Конго, ДР деген құрамалар. Соңғы күні мықты матчтар болады. Күшті ойындар. Ортасында Гана бар, енді Гананы жақсы. Ұйықтаймын ол кезде. Өзбекстанға дайындалу керек болады. Португалия, ДР, Конгоны алдым. Португалия айқын фаворит болып тұр. Өкінішке қарай жай ғана жеңісі жетпейді бұл жерде. Енді Португалия құрамасын айтып жатырмыз. Роналду, жаңағы Бруно Фернандеш, Витинья. Роналду бар, болды. Роналдудың құрамасы ойнайын деп жатыр. Өте ыңғайлы уақыт оның үстіне 22:00-де басталады бұл кездесу. Мен Португалия жеңеді және матч тоталы 1,5-нан көп дегенді алдым. Енді Конгоға қарсы матчта сенімді жеңіп тастау қажет. Конго құрамасында жұлдыздар бар, енді Бакамбулар бар, бірақ енді олардың көбі қартайып қалғандар, біраз. Сондықтан Португалия қатты қиналмайтын сияқты. Иә, бірінші ойында негізі бір сенімді жеңіп, топта бірінші орынға шығып алады деп ойлаймын. Әлбек мырза, бізді сол Португалиядан алыстамайық. Мен бұл ойында негізі пенальтиге сенемін. Бірақ пенальти дейтінге енді дәтім бармады, батылдығым бармады, тек қана пенальти алатын. Мен соң пенальти болса кім тебеді енді? Біздің мистер Си. Біздің мистер Си тебеді. Немесе Бакамбу. Немесе Бакамбу. Португалия ұлттық құрамасы Бакамбуға пенальти береді деп ойламаймын. Жоқ, пенальти болса бір жақта Бакамбу, бір жақта Роналду тебеді ғой. Иә, пенальти да дегенде сондай негізі. Онда өзгертемін. Онда өзгертпеймін. Мен енді Роналду 6 матч бойы гол соққан жоқ. Соңғы голы Венгрия ұлттық құрамасынан дубль жасады. Одан кейін голсыз келе жатыр. Енді 7 дейтін келсам ғой. Осы 7-ші ойында енді гол соғу керек деп отырмын енді. Конгоға қарсы соқпаса кімге қарсы соғады? Негізі пенальтиге мықты сеніп отырмын. Пенальти болмаса енді бос қақпаға сеніп отырмын. Бруно Фернандеш немесе ортадан допты алады да. 4 ойыншыны алдап, гол соға салады. Міне. Жақсы. Жалпы 2021 минутта. 2026 жыл екен білесің ғой. 2020 емес қазір. Сол жерде енді Роналдың голын алып отырмын. Роналду сеніп отырмын мықты. Мен көзімнің алдында бағам етін 1,67. Өте аз беріп тұр кен. Бірақ енді мықтанды. Хайп болсын деп, бұл роликке хайп қосайын деп, мен Роналдың голын алып отырмын. Хайпты қостыңыз. Хайпты қостың ба? Иә. Қостым болды. Хайпты тараттыңыз. Жомарт адамын ғой енді. Сөйтемін енді. Навалил кринжа деймін. Навалил кринжа енді. Главное, раздал ауру деймін. Енді главное, Роналду кринж, чтоб не раздавал, аура раздавать етсе, сол жақсы болады енді. Бәрекелді, жалпы коэффициент 4,8 коэффициент екен. Бәрекелді, 4,81 екен сізде. Иә, 4,81. Шаман емес, Есет мырзада жалпы 5-те 1 екен. 5,1. Менде сіздерден жоғары екен. 6,1 жалпы бағам. Ал үшінші матчым дерби. Жалпы Франция, Сенегал. Франция, Сенегал енді өте мықты кездесу. Африка чемпиондары. Африка чемпиондары. Және Сенегал. Және Сенегал. Расисттер деп жазып кетіңдер. Мен күлген жоқпын даже. Қолдамаймын мен. Франция бұл кездесуде Сенегалдың парша-паршасын шығаратын сияқты. Мен мынандай болжам таңдадым бұл кездесуге. Франция жеңіске жетеді және жалпы тотал 1,5-нан көп. 1,8 деген кеф. 1,8 деген кеф. Енді керемет деп ойлаймын. Жалпы 6,15. 61,574 теңге. Не дейсіз? Мен андай бірдан өр.
Айта берсе не болды? Бірден не болды? 1-0 болып атады. 1-0 Өзбекстан Колумбияда болды. 1-0 болып атады. Сенегал ұлттық құрамасы бапкер командасын алып кетеді. Сенегалдықтар қайтты. Стадион маңын қайтадан алып шығады. Шығыңдар, бексіз сапқыз шығару керек. Мен вообще басқаша ойладым негізі. Мен былай ойладым. Андай бір төрешінің қателігі болады. Сенегалдықтар қайттық, төрешінің шешімін қолдамаймыз дейді. И Франциядан да 5-6 ойыншы. Сондай логика ойладым. Ол да логика жоқ емес. Жетсе. Ой, жалпы көз алдымда сол. Маңданы қайтадан шақырып атқан тұр да сол. Сол әлем чемпионатта сондай болса енді вот сол кринж болады енді. Навалили кринж жасыл болады. Жігіттер осындай керемет видеоға не деген толерантный кісі бұл. Менің командамда Винисиус бар ғой. Бәсе. Единственный толерантный адам болды. Соққанда больше толерантный адам жоқ. Сонымен бізде осындай әлем чемпионатының бірінші тур ойындарына керемет болжам болды. Бұл жай ғана бастамасы. Жай ғана енді ұзалып келе жатқан әлем чемпионаты. Мынау енді біздің болжамдарға сәттілік жігіттер. Үшеуміздікі де жыл бір-біріне қатты не емес екен, қарама-қарсы аздау екен. Бізге сәттілік, сіздерге де сәттілік. Сіздер де осы видеоға міне лайк басыңыздар, комментарийға өз болжамдарыңызды қалдырып кетіңіздер, міндетті түрде оқимыз. Келіңіздер, сау болыңыздар, рахмет.